ChatGPT программасын жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін ішіне тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін сообщение деген жерге барып, өзіңіздің сұрағыңызды қоятын боласыз. Мысалы, сұрақты да дұрыстап қою керек. Нақты, толықтай сізге қандай нәрсе керек, сол жөнінде сұрақ қоятын боласыз. Мысалы, мен ана мен қызы тақырыбына ән шығарып бересіз ба деп сұрақ қойдым. Ана мен баланың бір-біріне деген махаббаты, қолдауы және сезімі жазылуы керек дедім. Одан кейін ол ChatGPT әрине ана мен баланың махаббаты мен қолдауы жайлы әннің мәтінін жазып көрейін депті. Төменде қарапайым түрде жазылған мәтін дейді. Осылай маған шығарып берді. Одан кейін мен кішкене бір ұйқастары сәйкес келмей тұрған сияқты. Одан кейін ғажап деген сөзді ғажап деп жазып қойыпты. Оны өзім жөндеп алуыма болады. Ұйқасын дұрыстап жібересіз бе? Кейбір сөздері ұйқаспай тұр деп жібердім. Әрине мәтінді ұйқастарын дұрыстап қайта жазып жіберемін депті. Саған қараймын жан анам, шапағың бөлек таң маған. Сенің мейірім мөлдір мұң, жүрегімде үміт жүр. Қайырмасын екінші шумағы, одан кейінгі қайырмасы, одан кейін бридж, сосын одан кейін тағы да қайырмасын барлығын жіберген. Бұл нұсқа ұйқасқа көбірек көңіл бөліп жазылды дейді. Қажет болса әлі де өңдеп толықтырып беремін дейді. Әуенінде сұрауға да болады, қай шумақтан кейін қалай айтылады, барлығын сізге көрсететін болады. Жалпы осы ChatGPT-ден слайд та құруға болады. Мысалы, бір мерекелік кештерде сценарий жазу керек болса, оларды да толықтырып сізге жазып беретін болады. Мысалы, мен Қосбұлақ ауылдық клубының сайтын жасаған болатынмын. Ішіне толықтырулар енгізу үшін осы ChatGPT арқылы толықтырып жазған болатынмын. Дәл осылай қолданып, өзіңіздің сұрағыңызға жауапты ала берсеңіз болады.